Жамбылда қарапайым ұстаз ауыл мектебінде жүріп өз қаржысына мұражай ашқан. Мұғалім 10 жыл бойы жалақысының бір бөлігін жәдігер жинауға жұмсап отырыпты. Тіпті Шапшағын музейінде әлемде сирек кездесетін 260 тиын ақша бар. Кей жәдігер тарихы 1000 жылға терең тартады. Қалтақ қағып мұра түгендеген ұстаздың көздегеніне, мұражай ауыл жастарының танымына қалай әсер етті? Нұрлан Асқар тарих түгендеген талантпен тілдесіп келді. Жамбылда 445 мектеп болса, бұл білімиясы бәрінен өзге, өйткені тарихтың әр кезін сөретейтін шағын музейі бар. 20 шаршы метр аумақталған мұражай мұғалім Алтай Жазылбековтың шабыты мен шығармашылығынан туған. Бас-аяғы 1100-ге жуық жәдігер бар. 7 баланың әкесі тарихи артефакт түгендеуге 20 жылын сарп еткен. Бұған 150 мың теңгелік жалақы да, тұрмыс тауқыметі де қол байлау болмапты. Бүгінге дейін ұстаз бақандай 10 миллион теңгесін мұражай жасақтау үшін жұмсаған. Әр айлығымнан бір монета болсын, ізгілікті зат болсын, мен сол сатып аламын айлығымнан. Ол міндетті түрде. Әр мемлекеттің құрылуы бұл тікелей негізі монетаның болуымен байланысты. Қазақ тарихының кейбір жағдайда біз дәлелдей алмай жатамыз ғой. Ал қазақ тарихын осы теңгеменен біз қатар зерттейтін болсақ, қазақ тарихын 3000 жылға жазып шығуға болады деп мен ойлаймын. Тарих пәнінің педагогі жәдігерсе шкинасын жерге қояды, қажет болса қаржып шетелден әкеледі. Музейінде 600-ге жуық темір тиындар бар. Мұражайдағы 1000-нан аса мұранда тең жатса монета. Ең көнесі Қарахан дәуіріне тиесіледі. Жошы хан заманынан сақталған тиындар да бар. Тіпті ұлттық валютаның алғашқы нұсқасына дейінгі қағаз ақшада осыны сақтаулы. Қазір ұстаз қоржында 500-ге жуық монета тұр. Ал облыстық тарихтану орталығы ұстаз жинаған жәдігерлердің құнды екенін растайды. Мұғалім ауылдық жерде жүріп тарихқа үлкен үлес қосып жатыр. Сондықтан қолдау мен таныту үшін бірлесе жұмыс атқармақ. Ұлттық этнография нақыштары көрсеткен, ұлттық киімдер қойылған, қыз балалардың әшекей бұйымдары да, сәукелесі, тағы сол сияқты дүниелердің барлығы қамтылған екен. Бұл өте қуантарлық жағдай. Мектеп бағдарламасындағы кездесетін тарихи оқиғаларға нақты дәлел ретіндегі мынау көзбен көріп қолмен ұстап отырған жәдігерлер дәлел бола алады. Ұстаздың мұндай өнегелі ісіне Өзбекәлі Жәнібеков өмір түрткі болған. Тұлға секілді төл тарихты танытсам дейді. Сондықтан болар мұражайдағы жәдігерлердің де 80%-ын өзі жиған. Мұғалім енді шағын мұражай жәдігерлерін шетелдік мұраларымен де толықтырмақ. Нұрлан Асқар, Жамбыл Отандабаев, Атамекен Бизнес, Жамбыл облысынан.